Баршаңызға сәлем. Бүгін студент кезімізде жасап жеген, қазіргі уақытта да анда-санда жасап жеп тұратын дәмді астың жасалу жолын көрсетемін. Ол үшін алдымен бір жұмыртқаны 5 минутқа суға сала саласыз. Тез дайын болатын кеспені ыдысына пісіріп алып, үлкен кесеге ауыстырып сала саламыз. Үйде бар аскөкті турап 5 минут піскен жұмыртқаны екіге бөліп, піскен кеспеге сала саламыз. Күнжітпен, тәтті бұрышпен әрлей саламыз. Қап-қарапайым, бірақ тойымды түскі ас дайын, ас болсын. Мен ұсынған рецепт ұнаған болса, лайк басып, каналға жазылып, төмендегі қоңыраушаны басып қойыңыздар.